Неге қарап тұрсың? Балалар, мен аспанға қарап тұрмын. Аспанда не бар балалар? Бұлт. Бұлттар бар, иә? Ал бұлттардан не жауады балалар? Жаңбыр. Жаңбыр жауады. Дұрыс айтасың балалар. Сендер жаңбыр қалай жауғанын зерттегілерің келе ма? Иә. Ендеше біз бүгін зерттеуші боламыз. Зертханаға барып, жаңбырды қалай жауғанын зерттейміз. Жүріңдер, зерттеуге зертханаға барамыз. Зертханаға барамыз. Ол үшін балалар бізге не керек? Мынау не балалар? Су. Су керек. Мынау не балалар? Сұйық май. Мынау не балалар? Бояу. Дұрыс. Ал мынау не балалар? Пипетка. Пипетка, дұрыс айтасыңдар. Мен қазір мынау суға сұйық майды құямыз балалар. Сұйық майды құямыз суға. Балалар, не болды суда? Қараңдаршы. Бұлттар болды. Енді сол бұлтқа мен бояуды пипетка арқылы бояуды тамызамын. Санжар, не жауып тұр? Не жауып тұр? Жаңбыр жауып тұр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Демек балалар, бұлтта не көп жиналады? Су көп жиналады. Су көп жиналғандықтан бұлттан жаңбыр жауады. Я балалар? Қанеки? Мынаны қоямыз енді. Үстелдің шет жағына қоямыз. Қанеки? Енді балалар, сендерде сол жиналған жаңбырдың су бар екен алдарында, қараңдаршы. Сол суды қасымызға қоямыз. Суды қоямыз, Айлин. Суды қоямыз. Енді Наталикеде заттарымыз бар. Қанеки, мынау суға сол заттарымызды салып көрейікші. Балалар, қандай заттар бар? Мынау не? Жапырақты салып көрейікші, Қанеки. Не болды? Неге? Санжар? Өйткені ол жеміс, дұрыс айтасың. Балалар, мынау не? Шеге. Шегемен ойнауға болмайды, иә? Қауіпті шеге. Балалар, шегені суға салып көрейікші. Не істеді? Айтуар. Неге батып кетті ол? Себебі ол ауыр, дұрыс айтасың. Қанеки, мынау не болды? Ағашты салып көрейік суға. Айлин, не болды? Неге? Өйткені ол жеңіл, дұрыс айтасыңдар. Енді тәрбиеміз не жатыр? Тастар. Тастарды салып көрейік суға. Жандари, не болды? Тастарға. Неге, Санжар? Демек, мынау суда қандай заттар ауыр, қандай заттар жеңіл? Кім айтады маған? Санжар, айтшы. Ағаш, жапырақ. Ағаш, жапырақ не? Жеңіл. Кім таңдайды? Айтуар, айтшы. Асияның тас ауыр. Ауыр болғандықтан оны істеді? Батты. Балалар, бүгін біз зертханада не істедік? Не бақыладық? Не зерттедік? Жаңбыр жауғанын зерттедік. Және заттарды батады және батпайтын заттарды зерттедік. Сендерге ұнады ма? Иә. Рахмет сендерге.